Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы өнер білім бар жұрттар. Осы суретке назар аударамыз. Сабақтың мақсаты энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу, мәтін негізінде зат есімнің жалғауларын қолданып түрлерін анықтау. Сіздер бүгін сабақта сонымен қатар зат есімнің танылуына қарай деректі және дерексіз түрін өтесіздер. Зат есімдер танылуына қарай екіге бөлінеді: деректі зат есімдер және дерексіз зат есімдер. Нақты тануға болатын, көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат атаулары деректі зат есімдер деп аталады. Оған кітап, мектеп, су, яғни біз көзбен көріп, қолмен ұстай алатын заттарды жатқызамыз. Ал дерексіз зат есімдерге көзге көрінбегенімен адамның ойлау нәтижесінде танылатын ұғым атауларын дерексіз зат есімдер деп атаймыз. Оған ақыл, арман, бақыт деген ойлау нәтижесінде танылатын ұғымды жатқызамыз. Бірінші тапсырма: мәтіннен қажетті ақпаратты анықтаңыз. Зат есімдерді тауып, астын сызыңыз. Мәтіндегі мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңіз. Осы мәтінді оқып шығамыз. Берілген тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма: мәтіннен деректі және дерексіз зат есімдерді тауып жазыңыздар. Зат есімдердің қалай түрленіп тұрғанын анықтаңыздар. Деректі және дерексіз зат есімдерді мәтіннен тауып екі бағанға бөліп жазамыз. Келесі тапсырма: Ыбырай Алтынсариннің «Өнер білім бар жұрттар» өлеңін оқып, осы өлеңнен деректі және дерексіз зат есімдерді топтастырып екі бағанға жазасыздар. Келесі тапсырма: осы берілген сөздерден деректі және дерексіз зат есімдерді анықтап екі бағанға бөліп жазасыздар. Бұл бізде қалыптастырушы бағалау тапсырмасы.